Саламатсыздар ма? Мен Қани Мұратбаева атындағы гуманитарлық техникалық колледждің дизайн және өнер кафедрасының арнайы пән оқытушысы Сералиева Нұржамиля Тілеубайқызы. Сабақтың тақырыбы бүрмелерді және желбіршектерді өңдеу. Сабақтың мақсаты бүрмелерді және желбіршектерді өңдеу әдістерін меңгерту. Суретте көріп отырғандарыңыздағыдай, жасөспірім қыздардың жейдесінің алдындағы желбіршегі. Мынау кішкене қыздың көйлегінің алдындағы бүрмесі. Бұл көйлектегі желбіршек және белдемшедегі желбіршек. Осы бүрмелер мен желбіршектердің өңдеу тәсілдерін қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Бүрме дайындау үшін, желбіршекті дайындау үшін біз бірінші үлгі жасаймыз. Ол үшін ақ парақты алып, оның қақ ортасын белгілеп аламыз. Енді шеңбер жасап шығамыз. Шеңбер жасап шығамыз. Әрбір киімнің үлгісіне байланысты желбіршектер мен бүрмелердің ені өзгеріп отырады. Шеңбер жасап шықтық. Енді осы шеңберді қырқып шығамыз. Шеңберімізді қырқып алдық. Енді ортаңғы шеңберге жету үшін ортасын қырқып, ортаңғы шеңберге жетіп, ортаңғы шеңберді де айналдырып қырқып шығамыз. Мына желбіршегіміздің үлгісі дайын болды. Енді оны матаның бетіне салып қырқып аламыз. Матаның бетіне салып, сызып алдық. Енді оны айналдырып қырқып шығамыз. Шеңберімізді қырқып шықтық. Енді ортаңғы шеңберін қырқып шығамыз. Желбіршегіміз дайын болды. Астыңғы жағын әдемелеп, оверлокпен майда етіп тігіп шығамыз. Немесе машинамен екі қайырып, жіңішкелеп тігіп қоюға да болады. Енді бүрмені қалай дайындау керек екенін көрсетеміз сіздерге. Бізге бүрме дайындаған кезде сызбаның қажеті жоқ, яғни лекалдың қажеті жоқ бізге. Матаны көлденеңінен аламыз. Не үшін бүрме дайындаған кезде матаны көлденеңінен аламыз? Өйткені киімге бүрмені тіккен кезде ол еркін, әдемі болып жату үшін матаны көлденеңінен алады екенбіз. Тікесінен алсақ, ол тартылып қалады. Киімге жақсы әдемі қонбайды және бүрме әдемі шықпайды. Сондықтан матаны көлденеңінен алады екенбіз. Міне матаны көлденеңінен салдым. Мен сіздерге жаңа ескерттім, кез келген бүрме мен желбіршекті киімнің үлгісіне байланысты ені өзгеріп отырады деп.
Мен қазір бүрменің енін 6 сантиметр етіп алып жатырмын. Ұзындығын өздеріңіз қанша қажет болса, сонша ұзындықта дайындап ала бересіздер. Мына желбіршекті қырқып дайындап алдым. Енді екі шетін бұның зигзагпенен әдемелеп тігіп шығамыз. Міне бүрмелер мен желбіршектердің астыңғы жағын зигзагпенен майдалап тігіп шықтым. Міне өздеріңіз көріп отырғандағыдай. Мына желбіршектерді көйлектің алдына бұлай тігуге болады екен. Және бұлай да орналастыруға болады. Манжетке де орналастыруға болады екен. Желбіршектерді және бұлай да орналастыруға болады екен. Міне бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүрмелер мен желбіршектерді қалай алу керек екенін, қалай тігу керек екенін мен сіздерге кішкене тоқталып өттім. Мына бүгін біздің бүрмелеріміз бен желбіршектеріміз дайын. Киімге қондыра берсек болады.